Көмір қоры нормадан жоғары Абай мен Тапар жылыту маусымын бастады. Бұл елді мекендерде Тапар ГРЭС жылумен қамтамасыз етіп жарықтандырады. Бастысы ол жылу беруде проблема тудырушылардың тізімінде жоқ, және жергілікті билікінде ортақ тіл табысқан. Жылыту маусымы Қарағанды мен Теміртауға қарағанда бір күннен кейін 1 қазанда басталды. Шамасы Абай солтүстікке қарай орналасқаннан болар. Бас тарату станциясы немесе қысқаша Топар ГРЭС Қазақмыс компаниясының бөлімшелерінің бірі. Мұнда олар жылыту маусымы проблемасы және белгіленген мерзімде басталады деп сендірді. Все сети развернуты. Барлық желілер орналастырылған. Топар елді мекені және Абай қаласы жылумен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ біз ГРЭС жанында орналасқан жылыжай кешеніне жылу береміз. Жылу желілері жұмыс параметрлерін береді. Жабдықтың жұмысына ескерту жоқ. Ағымдағы жылы жөндеу бағдарламасы толық көлемде орындалды. Осы жылы ешқандай ақаулар болмау керек. Мұнда басқа жылу электр орталықтарына қарағанда жарық әрі таза. Басшылықтың есептері бойынша 250 мың норматив пен 410 мың тонна көмір жиналды. ГРЭСте 7 турбина және 16 қазандық бар. 3-ші қазандық қондырғысы қазір ауыстырылып жатыр. Бұл станцияның қуаты мен сенімділігін арттырады. ГРЭС 1962 жылдан бері жұмыс істейді. Сондықтан олар өз ресурстарын әзірлеп жатқан барлық моральдық және техникалық ескірген жабдықты ауыстыруды және модернизациялауды жоспарлап отыр. Мы, являемся... Біз үлкен Қазақмыс компаниясының бір бөлігі болдық. Үнемі Қазақмыстың қызығушылығында алға басу үшін жұмыс істейміз. Станция басшылығының айтуынша, ГРЭСте мамандар штаты жасақталған, қосалқы бөлшектер мен материалдардың қоймалық қорлары бар. Қазір олар биыл жөндеу компаниясын аяқтап, келесі жылға дайындықты бастайды. Дидар Қалқатайқызы, Данил Заславский, 5-ші арна.